Сәлеметсіңдер ме балалар? Берілген суреттер аясында бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айқындап көрейікші. Суретте берілген заттар сіздерге таныс па? Ол туралы не айтар едіңіз? Өте дұрыс. Өздерің айқындап көрсеткендей сабағымыздың бүгінгі тақырыбы фастфуд тағамдарының зияны. Сабақ аясында көзделетін оқу мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып шағын әңгіме құрастырып жазу. Қазіргі кезде адамға ең жетпейтін нәрсе уақыт. Тіпті асты да асығып ішетін болдық. Уақыты жоқ адамдар үшін тез дайындалатын тағамдарды тұтыну ыңғайлы болып тұр. Олар фастфуд тағамдары. Фастфуд деген не? Сөзбе-сөз аударғанда жылдам дайындалатын ас деген мағынаны білдіреді. Көшедегі шаурма, хот-дог, бургер тәрізді азыққа қоса чипсы сияқты ұсақ-түйек тағамдарда фастфуд өніміне жатады. Берілген оқу мақсатына қол жеткізу үшін оқулықтағы 134-ші бетінде берілген оқылым тапсырмаларын шолып оқу, болжап оқу стратегиялары арқылы мәтінді оқып, онда айтылған ойға қатысты өз көзқарастарыңызды білдіреміз. Екінші тапсырмада жазылым тапсырмасын орындаймыз. Онда кубизм әдісі бойынша фастфуд тағамдары және олардың адам ағзасына зияны туралы ой бөлісесіңдер. Өз ойымызды төмендегі суреттеу арқылы, салыстыру арқылы, болжамдар арқылы, талдау арқылы, қолдану арқылы зерттеу жұмысын жасаймыз. Онда фастфуд тағамдары олардың көкөністермен салыстыра отырып, фастфуд тағамдарының адам ағзасына зияны, фастфуд тағамдарының не жататыны, оның құрамы туралы, фастфуд тағамдары ағзаға қалай әсер ететіні туралы өз ойымызды өмірмен байланыстыра отырып, болашақ ұрпаққа фастфуд тағамдарының қандай зияны бар екенін ашып жазып көрсетеміз. Төменде берілген жағдаятқа шылаулар мен одағайларды қатыстырып, диалог құрыңыз. Олай болса, балалар, келесі тапсырмамыз жағдаяттық тапсырма. Бекет пен қарындасы Аяна азық-түлік дүкеніне нан алуға кірді. Аяна қалған ақшаға чипсы сатып алуын өтініп тұр. Бекеттің жауабы. Ал енді балалар, сіздерге тапсырма. Сіздер Бекеттің орнында болсаңыз не істер едіңіз? Жағдаятты өздеріңіз жалғастырып толықтырыңыздар.